Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін біздің мектебімізде "Мен таңдаған кітап" атты сайыс ұйымдастырылып отыр. Бұл сайыста оқушылар өздерінің таңдаған шығармаларынан түсінік айтып өтті. Кітап туралы көп айтуға, көп жырлауға, көп толғана беруге болатын бір ұшы-қиыры жоқ үлкен дүние. Кітапта алма ағашы жемісін біздер теретін, тәтті алмаға балашы кітабыңның әр бетін. Бар білімнің патшасы тек кітаптан ғана таба алатынымызды ұмытпайық. Сәлеметсіздер ме? Мен нөмірі 220 орта мектептің 8-ші сынып оқушысы Сағынбай Қарақат. Мен өзім таңдаған кітап туралы айтып бергім келеді. Мен таңдаған кітап ол Шыңғыс Айтматовтың Жәмила атты туындысы. Мен өмірімде қанша кітап оқысам да, осы бір кітап маған ерекше қатты ұнайды. Себебі мұнда бәрі шынайы, жанды көрсетілген деп есептеймін. Повестің қысқаша мазмұнын айтар болсам, Жәмила атты қыз кезінде күйеуімен сүймей ешбір сезімсіз қосылады. Майдан басталып, күйеуі майданға аттанып кетеді. Майданынан күйеуі хат жазғанда, келіншегінің аман саулығын да сұрамайды, сағыныш сезімін де білдірмейді. Ал сол майданнан жаралы болып оралған Данияр атты қазақ жігіті өте сезімтал, жүрегі кең азамат еді. Ол Жәмиланы өзінің әсем әнімен, іс-әрекетімен баурап алады. Сөйтіп Жәмила сезім жетегіне еріп, Данияр атты қазақ жігітімен қашып кетеді. Ол отаны үшін, елі үшін тылда жанын беріп, адал еңбек етіп жүрген күйеуін күтуі тиіс еді. Бірақ олай болмады. Повестегі әрбір жанның кешкен сезімін, жанын түсіну үшін, неліктен олардың ондай әрекетке барғанын білу үшін мектебіміздің кітапханасынан осы кітапты алып, туындыны оқып шығуға кеңес беремін.